Аман есен жеттік. Қазір Ақсай қаласындамыз. Жақсылап күтіп алды кеше. Сонымен қазір магазинге шығып келгенбіз. Кешегі стористарды дұрыстап салмадым. Османның жағдайын сұрап жатқандарға. Шүкір кеше бүгін құспаған. Может быть, ертең шығуы мүмкін. УЗИдің результаты келді. Тек несінде печеньде кішкене изменение бар деді, а так басқа жақтары нормально деді. Но енді қатты көп құсқаннан олындай болады депті. Сонымен тфу енді бір қасықтан тамақ жеп жатыр, одан көп берсе құсып қоюы мүмкін, сол үшін аз-аздан ғана беріп жатыр. Қайта видеомен сөйлесіп, баламмен сөйтіп отырмын, барлығы жақсы әйтеуір, жүрегім орында, может быть, ертең шығып қалуы мүмкін үйге мамамдар. Сол жақсы жаңалықтан сол. Қазір мен Саня деген оқырманның үйіндемін, өте күшті қарсы алып жатыр. Алдында осыдан 2 жыл бұрын Оралға келген кезде тоже үйлерінде ет асып бізді күткен болатын. Сол кісінің үйіндемін мен. Ал баршаңызға қайырлы кеш. Флайастан әуе кемесімен Ақсай қаласынан жолға шықтық. Алла қаласа ертең Ақсай қаласында жаңа жыл кештерін өткіземіз. Алла сапарын сәтті қылсын. Жолымыз болсын ағайын. Қалдық Саня ханым, Нұртай ағаның енді шаңырағына уже 2-ші рет келіп жатырмыз. Осымен осы жолы Ақсайға келіп корпоратив жүргізу бұйырыпты. Рахмет көп. Күштілеп дастархан жайып қойыпты, бәрімізге мынаны қараңыздар, балығын қуырып күштілеп тұрып. И Гүлдария ханым, Теулес мырзамен осы кісілердің мейрамханасында біз корпоратив жүргізетін боламыз бұйырса. Ертең бірінші күн бізде. Бүгін енді қонақ болып жатырмыз, келіп прям настроениемізді көтеріп, осылай отырмыз. Көп рахмет бізді шақырғандарыңызға. Жандармен. Саня ханыммен қанша жыл болды? Әлі телефонмен сөйлесіп тұрамыз. Сол баяда біз корпоратив жүргізуге келген кезде үйіңізге қонаққа шақырып едіңіз. Осы залда отырғанбыз осы жерде. Стол болды как раз. Бешбармақ жасадыңыздар потом. Осылай осы жолы манты жасап жеп, мына жерде балық қуырған күштілеп тұрып. Осылай отырмыз. Сол енді ары қарай дұрыстап таныстырып жатармыз. Покушаем. Потом дворға шықтық, магазинге бара жатырмыз, көрейік деп. Ана жерде тура қасымызда екен ғой. Сұлтан шыға берші, машина келіп тұр. Сити маркет деген супермаркеттер бар екен. Мобилограф менде. Мадина, мобилограф болып жүрмей жақта. Видеоға снимать етіп. Қандайсың қазір? Әдемі. Кәдімгі Оралдан қыстың иісі шығып тұр, кәдімгі қыс қонау деген. Короче, бас киімімді барлығын алып келдім, білдім ғой, бұл жақтың суық екен. Да, у нас холодно. Вообще холодно. Анда чувствуется зима всегда. Да, настоящая зима прям. Хорошая зима. Кто там смотрит, не говорит, что я олдбайка. Просто я такая простая. Никто так не подумает. Менің оқырмандарым, аудиториямның барлығы ауыл. Нормально это. А то мне пишут, что ты не оделась, не накрасилась, майкапың қайда дейді маған. Кешке болады десеңші. Все, красоту увидите потом деп. Вот, осылай міне. Қалай, құрметті халқым, кеше мен жарнама жасаған адамдар сіздерге жауап береді, потому что қазір өте көп аудитория кит баруына байланысты. Жауап беріп үлгермей жатыр, прям сол үшін сабырмен күтулеріңізді сұраймын. Мен қазір жұмыстармен, шаруамен шығып бара жатырмын. Вот Алматинский пробка. Біз қазір Киванаға кетіп бара жатырмыз. Жанымда подругам бар. Подругам алып шықты, таксиді қайтесің, мен өзім апарып келемін деп. Махаббат Астан Алматыға келген сайын күтіп алады, өстіп баратын жеріме алып барады, әйтеуір рахмет. Сонымен қазір Алматының пробкасымен Кивана дүкеніне бара жатырмыз, қарнымыз тойдырып алып. Косметикамызды аламыз, одан кейін ары қарай спутникке барамыз еще. Сөйтіп 1-2 тірліктерімізді бітіруіміз керек. Осындай керемет машина алған болатын подругам. Салоннан еще әлі нелер алынбаған клионкалары. Барлықтарыңыз осындай керемет жұғысты болсын. Toyota 30-35 айдайтын жігіттер, қыздар, сіздерге өзімнің заттарымды сатсам ба деп жатырмын. Өйткені бұлар балконда тұрған, негізі бай сатам деп ойлаған жоқпын. Әр қайсысы комплект, мысалы мына бір комплектті 1 ай 1,5 ай ұстап киген. Потом басқа цветке ауыстырып, сондай бір ауру болмар еді, қазір енді қойдық қой. Мына бір комплектті уже 1,5 ай ма солай тұрған. Мен бұны сүртіп, жалтыратып, не істеп қойған жоқпын, өйткені просто балконда тұрған бұл кәдімгі өзінің қапшығында. И ертең тағы бір нәрселер алып жатыр, балконда орын жоқ, содан кейін Диана сат деп жатыр маған.
мына жақта короче крокодил анау мынау дейді. Мынаны негізі сүртсең тап-таза болып қалады, жылтырады. Андай іш жері жыртылған, темекі шегіліп күйген ондай жерлер жоқ. Екі комплекті екеуі де тап-таза. Полный мынау чехолы, полный поликтармен, мынау да чехолы, поликтармен. Мынандай даже мынаның өзі махаббатпен істеткен хаму деп ше кәдімгідей. Бұл керек болса алыңыздар, керек болса керек емес. Мына біреуінде қарасы бар, мына қоңыры бар дегендей. Рульдің чехолы, мынау подлокотник бар, мына қоңыры бар дегендей. Рульдің чехолы, мынау подлокотник не етеді, қол қояды. Мынандаймен бірге, короче. Полный комплекттері. Мынаны бонусқа беріп жүремін, жаңағы тықып қоя салатын, жаңағы сушен-мушен қоятын. Так что бұлар қазір новылар қанша? 120, 130, сондай қанша, я не помню. Келісіп, короче, алам дейтін адамдар болса, келісіп, былай беріп жіберемін деп отырмын. Өйткені бұл қазір балконда орын жоқ, мен қайқа апарып қоямын. Білесіздер, этажды үйде тұратындарда сол проблема, қоятын жер жоқ. Сондықтан сатып жіберген дұрыс па деп тұрмын енді. Алатын адамдар бар шығар деп ше, жаңағыдай көп қой қызығатындар. Мен мысалы мынаны киіп жүрдім де, потом мынандай түске ауысқым келді, ана крокодил бірдеңеден кейін. Мынаны алдым. Бұнымен біраз жүргеннен кейін 365 па, сондай бірдеңе деген шықты. 100 тоже қымбат тоже. Соны салдырдым. Енді оны шешіп басқа жерге салдырдым, солай болып жүр ғой.